Онкологиялық аурулардың асқынған түріне шалдыққан адамдарды емдеуге болады, бірақ мұны көпшілік біле бермейді. Қатерлі ісікке тап болған жандар көбіне өмірден күдер үзіп жатады. Бүгін ол Елорда төрінде дәрігерлер аты жаман ауруды емдеудің қыр-сырын талқылап, шетелдік әріптестермен тәжірибе алмасты. Атбасарлық Майра Омарова биыл өзінің қатерлі ісікке шалдыққанын емханада тексерісте өтіп жүріп білген. Аталған дерт оның екі бірдей органын жайлапты. Алғашында асқазан обырына ұшыраса, кейіннен тағы бір дене мүшесінен осы ауру табылған. Басында абдырап қалған ол, кейіннен өзімді қолға алдым дейді. Сөйтіп жақында күрделі операцияны өткерді. Хочу жить и хочу. Өмір сүргім келеді, сол үшін де күрестім. Жақында үшінші немерем дүниеге келді. Оны тезірек көрсем деймін. Дегенмен осылай құлан таза аяғып кетем деп ойлаған жоқпын. Баршаңызға денсаулықты күтіп, жиі тексеріліп тұруға кеңес берем. Ал қатерлі ісіктің осылай қос мүшеден бірдей анықталуы отандық дәрігерлер үшін де күтпеген жағдай болыпты. Онкологтардың сөзінше аталған ауру қазір тіпті балалардан да анықталып жатыр. Сол үшін диагностика мен ем-дом шараларын үнемі жетілдіріп отыру қажет. Астанада өткен халықаралық конференцияда қазақстандық мамандар Түркия, Жапония және Оңтүстік Корея секілді медицинасы озық елдердегі әріптестермен тәжірибе алмасты. Бізде онкологияны емдеудің диагностикалық мөлшерлері заманауи дамыған елдерден қалып жатқан жоқпыз. Бізге жетіспейтіні мынау бірінші халықтың кеш келуі. Мынау онкологиялық аурулардың бір жаман қасиеті ол білінбейді адамға. Сондықтан жыл сайын скринингтік тексерулерден өту, өзінің денсаулығына қарау. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметі бойынша елімізде онкологиялық аурулардың жылдық өсімі 4,9%-ке жетіп отыр. Бұл жылда 35 мыңнан астам адамның қатерлі ісік анықталады деген сөз. Ал олардың 57% әйелдер болса, 43% ерлер. Ең өкініштісі, бізде аталған аурудан жыл сайын 14 мың адам көз жұмады. Қазақстандықтар арасында көбіне өкпе, асқазан және сүт безінің қатерлі ісігі мен қуғасты безінің обыры кең таралған. Ал ауру көрсеткіші бойынша солтүстік және шығыс Қазақстан облыстары көш бастап тұр. Дамир Берікұлы, Болатбек Табалдиев, хабар.